Сәлем, SSA дипломдар төңірегіндегі M2 басқарушылық есеп кітабын қарастыруды жалғастырайық. Менеджменттік, яғни басқарушылық ақпараттың сапасы жақсы болуының бірнеше белгілері бар. Алдымен, ақпараттың мақсаты болу керек. Шешілуі тиіс мәселеге тікелей қатысы болу керек, релевантты. Сосын, ақпарат уақытылы болу керек, timely. Сіз де білесіз, біз де білеміз, кешігіп келген ақпараттың менеджерге, басшыға шешім қабылдау үшін мүлдем өзекті болмайтын жайттары көп кездеседі қоғамда. Сосын, ақпарат түсінікті, understandable болу керек. Менеджер ақпараттың не айтып тұрғанын түсінуі тиіс. Біз білеміз, арамызда сондай адамдар бар, мамандар бар, түсініксіз, өзі ғана түсінетін терминдерді қолданып жүреді. Бұл дұрыс емес. Сосын, ақпарат accurate as it needs to be, яғни нақты болуы керек. Болжаммен, шамамен жаза салуды қойған дұрыс. Ақпарат мейлінше толық болу керек. Complete as it needs to be. Алайда not be excessive, яғни Шымкент диалектісіне салатын болсақ, шілей артық болмауы тиіс. Неге? Себебі менеджер, басшы бірінші кезекте адам болғандықтан, кейбір маңызды мәселелерге, сандарға, ақпаратқа мән берудің орнына көп сандардың арасында көміліп, ойы және де зейіні ауытқып кетуі әбден мүмкін. Яғни, кейбір мамандар, кейбір менеджерлер болады, айтады, маған тек қана күнделікті емес жағдай орын алған кезде ғана хабардар ететін ақпаратты берші дейді. Сондай ақпараттар типін біз төтенше жағдай бойынша есеп беру деп айтамыз. Ағылшын тілінде reporting by exception деп келеді. Ақпарат дұрыс адамға, яғни сол ақпаратқа жауапты адамға жеткізілуі, берілуі, айтылуы керек. Information should be communicated to the right person деп келеді. Және де сол ақпараттың берілетін арнасы да маңызды. Should be communicated by an appropriate channel деп келеді. Бұл дегеніміз қандай әдіспен, электронды почтамен ба, телефонмен ба, ауызша ма, ресми хатпен ба, соның барлығын нақтылап біліп алған жөн. Бұл ақпаратты ұсынатын жеке тұлғаға да қатысты, бөлімшеге де және сыртқы ұйымдарға да қатысты болып табылады. Жалғасын жіберіп алмасы үшін тіркеліп қой, біз жалғастырамыз.